Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен майда бермешеден өте дәмді болып шығатын ерекше тағам дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен майда бермешелерді құрғақ табада қуырып аламыз. Етімізді, сәбіз, қызанақ, пиязымызды турап саламыз. Қызанақ қосса да, қоспасаңыздар да болады. Сәбіздің орнына картоп қосуға да болады. Енді қазанға май құямыз. Май қызған соң пияз салып қызарғанша қуырамыз. Етімізді салып тағы 20 минуттай қуырамыз. Жиырма минутта қуырып болған соң сәбізімізді салып қуырамыз. Енді қызанақты да саламыз. Тұз, бұрыш, куркума, томат пастасын саламыз. Ыстық су құйып қайнатамыз. Жай отқа қойып 20 минут бұқтырамыз. Бұқтырып болғаннан кейін соңында қуырылған вермишельді қосып 10 минуттай бұқтырамыз. Дәмі ерекше вермишель дайын, көрінісі ерекше дәмі керемет болып шығады. Дайындап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.